Сәлем әлем, бұл Караван KZ медиа порталының подкаст жанрындағы жобасы. Эфирде мен Ғалымжан Сәңкібаев. Бүгін әдеттегідей шоу-бизнес жаңалықтарына шолу жасаймыз. Олай болса, біз бастаймыз. Қарағатын қолтық шаш. Бұл есімді естімегендер үшін дөрекі ол естілуі мүмкін. Дегенмен де бұл есім әлеуметтік желіде белгілі. 32 жасар Гүлнәр есімді келіншек. Бұл өз есімен өте белгілі, өте танымал, тұрпайы қылық көрсететін TikTok желісіне танылған келіншек өз қылығы жайлы айтып берген болатын. Астарлы ақиқат деп аталатын бағдарламада, КТК арнасынан көрсетілетін бағдарлама YouTube желісінде бірінші орында трендке шыққан болатын. Бұл қарғатын қолтық шашқа бірден екі бағдарлама арналған, екі бағдарлама да трендке шыққан болатын. Негізі Гүлнәр балаларын баққысы келіп, солардың тоқ болғанын қалап, осылай видео түсіріп жүр, трендте жүр, хайп қуып жүр деуге болады. Оған жаман сөздер айтылып жатыр, яғни бейәдеп сөздер айтып жүрген жандардың өзі, сын айтып жүрген жандардың өзі осы бағдарламадан кейін ойланып қалған болатын. Меніңше, қарағатын қолтық шаш, Гүлнәр дегенім ғой. Ол қажетті қаражат жинап алғаннан кейін, немесе тұрақты жұмыс тапқаннан кейін, яғни ай сайын айлық алып отыратын жұмыс тапқаннан кейін, міндетті түрде бұл образының көзін құртады деп ойлаймын. Мен оған сенгім келеді, солай болар деген үміттемін. Тағы бір айта кететін жайт, Караван KZ медиа порталының тілшісі, яғни менің әріптесім, осы келіншектен сұхбат алған болатын. Оның толық нұсқасын біздің сайтымыздан тағы да айтып өтейін, Караван KZ медиа порталынан оқи аласыздар. Бұл қарғатын қолтық шаш туралы сіздер не дейсіздер? Қандай пікірдесіздер? Пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Кезекті жаңалық, менде ол өте көңілге қаяу түсіретін жаңалық. Қаралы хабар десем де болады. Жау жүрек мың бала, ағайындылар сынды фильмдер арқылы танылған танымал актриса Әлия Әнуарбектің жары өмірден өткен болатын. Әрине, өте өкінішті жаңалық, өте өкінішті хабар, қаралы хабар. Қайғылы хабарды марқұмның досы, дизайнер Гүлжан Аркен Instagram желісіндегі парақшасына жеткізген болатын, хабарлаған болатын. Оның айтуынша, актрисаның жұбайы Азамат 17 қыркүйекте қайтыс болған. Көмек қолын соза алғанымызда ғой, шіркін, бірақ сен ешкімге салмақ түсіргің келмей, нағыз жауынгердей соңына дейін күрестің, жеңіп шығарыңа сенімді болдың деп жазды ол. Әрине, жас адамның өмірден өткені өте өкінішті. Жалпы адам баласының өмірден өткені өкінішті ғой, әрине. Дегенмен де бұл өмірдің заңдылығы ғой. Әлияның жұбайы туралы не айта аламыз? Жаны жәннатта болсын, иманы саламат болсын, иманы жолдас болсын дейміз. Әлия Әнуарбектің өзіне, осы марқұм азаматтың отбасына қайғырып көңіл айтамыз. Осындай қайғылы хабардан кейін бір жақсы жаңалықпен бөлсейінші. Өткен апта бүкіл бақ беттері әлеуметтік желі шулаған болатын. Өйткені Димаштың қазақ тіліндегі шырқалған әннің бейне клипі MTV арнасынан көрсетілді. Сол бұрынғы, сол баяғы MTV. Өз басым есімде көптеген қызықты бағдарламалар болатын MTV-ден тамашалайтынмын. Міне, орысша айтқанда, наконец-то біздің қазақ баласы да, қазақ жігіті де осы MTV-ден көрсетілетін болды, көрсетіліп жатыр. Димаш кәрі құрлықта өнерін мойындатып, қазақ тіліндегі бейне жазбасын ұсынған тұңғыш қазақ әншісі клипті MTV арнасынан, оның YouTube желісіндегі ресми арнасынан көре аласыздар деп Димаштың жанкүйерлеріне арналған сайтта жарияланған болатын. Бейнебаян өткен аптаның жұмасында Американың прайм-тайм уақыты кезінде көрсетілген болатын. Бұл Димаштың танылуына, белгілі болуына тағы бір мүмкіндік деп ойлаймын. Димашты шын жүректен құттықтаймын. Көркем мінез және Төреғали Төрәлі. Қызық, иә? Дегенмен де Төреғали Төрәлі пандемия кезінде жаңа іске кірісті. Ол өзінің авторлық курсын ашты. Instagram парақшасында арнайы пост жариялады. Оның жазбасына көз жүгірсек, курс барысында көркем мінез туралы да сабағы өтіледі екен. Ұлы дала баласы шешендік өнер, кино және театр, эстрада, көркем мінез, спорт бойынша тәлім береді. Не болса да
Ұлы Дала баласына, Төреғали Төрәліге сәттілік тілейміз. Бүгінгі осы сіздердің назарларыңызға мен жағымды, кейбір жерінде қайғылы, қаралы хабарды жаңалықты ұсындым. Елімізде тек қана жақсылық, қуаныш көп болсыншы. Келесі жолы міндетті түрде бұйыртса жақсы жаңалықтармен ғана бөлісемін деп ойлаймын, солай үміттенемін. Сіздермен бірге болған Караван KZ медиа порталы және мен Ғалымжан Сәңкібаев. Караван әрдайым жаныңыздан табылсын.